Гүлайша әже терезеге қарап ойланып отырды. Маңызды шешім қабылдау керек болып тұр. Бірақ ол шешетіндей бір нәрсе қалды ма өзі? Ол үшін барлығын балалары баяғыда шешіп қойған. Егде жастағы әйелдің басқа амалы қалмады. Олар оған соңғы шешім өзіңізде, бәрін сіз қалағандай жасаймыз деді. Бірақ балаларының қаржылық қиындықтары бар, оларға көмектесу керек. Иә, қалай көмектеспейді, ол олардың анасы ғой. Гүлайша қатты күрсінді. Заттарымды ақырындап жинай беру керек. Тек ең қажетті заттарды ғана алуға болады, ал қалғанның бәрі осында қалады. Содан кейін қалған нәрселердің бәрі көзден ғайып болады. Оның осы уақытқа дейін жинаған барлық дүниесін, жиһаздарын, ыдыстарын қоқысқа апарып тастайды, ал үйді басқа адамдар сатып алады. Балалары Самал мен Қанат оған былай деді: егер сіз бізбен бірге тұратын болсаңыз, онда өзіңізбен бірге тек киімдеріңізді ғана алыңыз. Ал фотосуреттері бар альбомды, менің тоқыма тоқитын жіптерімді қайтемін. Маған керек көптеген заттар бар. Мен мұның бәрін қалай қалдырып кетемін, мен оларды тастай алмаймын, деді Гүлайша әже. Қызы Самал оған наразы түрде жауап берді. Жоқ, анашым. Тек ең қажетті заттарыңызды алыңыз, көп дегенде 2 чемодан ғана болсын. Өзіңізбен бірге ескі құсқы заттарды алып қажет емес. Бізде мұның бәрін сақтайтын көп орында жоқ. Гүлайша әже өзі үшін маңызды нәрселердің бәрінен бас тартуы керек екенін түсінді. Әрине, бұның бәрі балалар үшін маңызды емес. Соған оның көңілі түсті. Самал мен Қанат заттарын жинауға 1 апта уақыт берді, содан кейін олар үйді сатады. Егерде ақша мәселесі болмағанда, аналарының үйін сатпас еді, оларға ақша қатты қажет. Сондықтан олар оны үйін сатуға көндірді. Балалары оны далаға тастамайтындарын, олармен бірге тұратынын айтты. Бірақ олар әлі кіммен тұратыны туралы нақты шешім қабылдаған жоқ. Олар егде жастағы әйелді көшеде қалдырмаймыз деп сендірді. Гүлайша әжеге кіммен тұратыны маңызды емес, тек балалары оны далаға тастамаса болғаны. Гүлайша әже 1 апта бойы үйін ақтарып, қажет болып қалады деген заттарын жинады. Бұл үйдегі әр нәрсе өткен өміріндегі естеліктерді есіне түсіреді. Гүлайша әже үшін өміріндегі құнды заттармен қоштасу қиынға соқты. Ол 2 сөмкеге керек киім-кешектерін толтырды. Ал тағы 1 сөмкеге бір жаңа төсек орындысы мен фарфор ыдыстарын салды. Бұл төсек орындысын сатып алғанына бірнеше жыл болды. Бірақ ол оны ешқашан қолданған емес. Гүлайша әже бұл заттар балаларына керек болады деп ойлады. Ал фарфор ыдыстар өте әдемі болды. Сондықтан ол оларды тастауға қимады. Балалар бұндай әдемі заттарды алудан бас тартпайды деп ойлады. 1 аптадан кейін Гүлайша әжеге балалары келді. Анасының көп чемодан жинап қойғаны Самалға ұнамады. Мен сізге мүмкіндігінше аз ғана керекті заттарыңызды ал деп айттым ғой. Иә, мен тек қатты қажет болатын заттарымды ғана алдым. Ал 3-ші чемоданға сендерге керек заттарды жинадым. Онда төсек орындысы мен әдемі фарфор ыдыстар бар, деді Гүлайша әже. Самал анасына қарсылық білдіріп, жауап қайтарғысы келді. Бірақ бұл ойынан айнып қалды. Жарайды, 3 чемоданды да алып кетейік, деп жауап берді ол. Гүлайша әженің үйі ендігі қаланың сырт жағында қалып, ол жерлерге енді ғана ақырындап көп қабатты үйлер салынып жатқан болатын. Оның үлкен жер учаскесі болды, үйді сатып алған адам бай кісі екен. Содан соң ол жерге 2 қабатты үй салды. Үйді қиратып тастады. Енді ол жерде бір кездері Гүлайша әженің тұрғанын еске түсіретін ештеңе болған жоқ. Гүлайша әже қызының үйіне көшіп келді. Қазір ол керемет пәтерде тұрып жатыр. Оған бұрын Самалдың күйеуінің кеңсесі болған бөлмені босатып берді. Күйеуі бұған қатты наразы болды, бірақ Самал одан бөлмені босатып беруін өтінді. Содан кейін ол бөлмеге бір қарапайым кереует пен кішкентай шкаф сатып алды. Ол бөлме әжеге жайлы емес еді. Гүлайша әжеге фотосуреттерін қоятын орын болмады. Содан соң ол бөлмеге кішкентай үстел қоюға қызын көндірді. Бұл ұсыныс Самалға ұнамады, бірақ бәрібір ол бөлмеге кішкене шкаф сатып алды. Сізге үстелдің керегі не? Жазу жазайын деп па едіңіз? Онсыз да көзіңіз дұрыс көрмейді, енді мүлдем соқыр боласыз ғой, деп Самал ашуланды. Гүлайша әже қызына төсек орындысы мен фарфор ыдыстар салып әкелген чемоданын берді.
Қызы оны алды, бірақ оған ештеңе деп айтпады. Содан кейін Гүлайша әже ол үйден бұл төсек орындысы мен ыдыстарды көрмеді. Қызы оны үйіне қоймады. Әрине, ол чемодандағы заттардың қайда кеткенін сұрады, бірақ қызы оған ашуланып жауап берді. Анашым, сіз мені өзіңіздің бітпейтін сұрақтарыңызбен шаршатып жібердіңіз, мені жайыма қалдырыңызшы. Сіз берген чемодан сыйлықтарыңызбен бірге қоймада жатыр. Мен сізге маған төсек орындысы керек емес деп айттым ғой. Ол ескі төсектісі баяғыда қоқысқа кететін зат қой, ал маған фарфор ыдыстар қажет емес. Қажет болса кейін оларды Қанатқа берерсіз. Уақыт өте келе Самал мен күйеу баланың қарым-қатынастары нашарлай бастады. Оған әйелінің анасы үнемі үйде болатыны ұнамады. Сізде бір үнемі аяққа оралғы боласыз да жүресіз, деп Самал содан соң анасына ашулана бастады. Кейін ол ағасына қоңырау шалып, анасын аз уақыт қалып кетуін өтінді. Ол да сенің анаң ғой, екі үйде кезек-кезек тұрсын. Енді сенің кезегің, сондықтан оны өз үйіңе алып кет, деді ол ағасына. Қанат бұған басында наразы болды, бірақ келісті. Енді Гүлайша әже ұлының үйіне көшті. Ал оның пікірін ешкім сұрамады, балалар ол үшін шешім қабылдады. Қанаттың әйелінің мінезі онша жақсы емес еді. Оған да енесінің қазір олармен бірге тұрып жатқаны ұнамады. Ол оны ас үйге кіргізбеді, қонақ бөлмеде теледидар көруге рұқсат бермеді. Гүлайша әже үнемі өз бөлмесінде отырды, ал ол бөлмеде теледидар жоқ. Ол ұлынан өз бөлмесіне қоятын теледидар сатып әперуін өтінді. Анашым, о не дегеніңіз? Сіздің бөлмеге теледидар сатып алуға менде артық ақша жоқ. Мен одан да сізге тыңдайтын радио әкеліп берейін, өтінемін, Сәрсенкүлді ашуландырмаңызшы. Ол сізге үнемі шағымданады, деп Қанат анасына жауап берді. Неге ол маған шағымданады? Мен оған ештеңе демеймін ғой. Кеше жай ғана маған шай беруін өтіндім. Сонда ол маған айқайлай бастады, мен жай ғана шай ішкім келген. Қанат анасына ештеңе деп жауап бермеді, тек қабағын түйді. Сол күні ол әкесіне қоңырау шалды. Самал, біз бірдеңе істеуіміз керек. Менің әйелім ашуланып жүр, анам үнемі аяғына оралғы болып жүр. Оны қарттар үйіне орналастырайық. Самал ашуланды. Иә, сенің ойлап тапқаның осы ма? Ол үшін ақша төлеу керек екенін білесің бе, сен төлейсің бе ақшасын? Жоқ, мен төлемеймін, оған төлейтіндей менің шашылып жатқан артық ақшам жоқ. Оны келіп алып кет. Мен одан шаршадым. Ол ас үйге аруақ сияқты кіріп алып жүреді де қояды. Содан соң біз оған бір нәрсе қарыздай, бізді бірдеңеге кінәлап тұрғандай аянышты жүзбен қарайды. Мен қазірдің өзінде қатты шаршап кеттім, деді Қанат. Жоқ, мен оны әкете алмаймын. Ол онсыз да менімен бірге біраз уақыт тұрды. Сенде бір-ақ ай ғана тұрды ғой. Оны қайда апаратының туралы ойланайық. Көшеге тастамайтын шығармыз, ол не дегенмен де біздің анамыз ғой, деді Самал ойланып. Егер мен басында соншалықты қиын болатынын білгенде, анамның үйін сатуға ешқашан келіспес едім, деді Қанат. Иә, сен ғой бірінші болып ақша керек деп жылаған. Сол кезде неге бірден ойламадың? Анамыз бәрібір бір жерде тұруы керек қой. Мен саған басында оның әлі тың екенін, әлі ұзақ өмір сүретінін, бізге салмақ салатынын ескерттім емес пе? Деді Самал. Жақсылап ескертуің керек еді. Мен бұлай қиын болатынын білмедім, деп Қанат күрсінді. Ағасы мен қарындасы ешқандай бір шешімге келе алмады. Сондықтан Гүлайша әже әлі ұлының қолында тұрып жатты. Қарт әйел енді ғана балаларына мүлдем қажет емес екенін түсіне бастады. Оны бұл өмірде ешкім жақсы көрмейді, керек те қылмайды. Ол балаларына үйді сатуға рұқсат беріп, үлкен ақымақтық жасады. Енді онда ештеңе қалмады, тіпті баратын жері жоқ. Ол өзінде бар нәрсенің бәрін жоғалтты. Қартайған шағында бағып-қағып өсірген балаларына да қажет емес болып шықты. Гүлайша әже бұрынғы үйінің жанында тұратын көршісіне баруға шешім қабылдады. Қанат пен әйелі үйде болмады, сондықтан ол ешкімге ескертпей, сөмкесін алып, автобус аялдамасына жалғыз өзі барды. Егде жастағы әйел ол аймаққа қандай автобус баратынын білмеді, бірақ ол аялдамада тұрған адамдардан сұраймын деп шешті.
Ол телефонын үйде қалдырып кетті. Бәрібір оған ешкім қоңырау шалмайды, оны ешкім іздемейді. Жақсы адамдар оған қандай автобус баратынын айтып көмектесіп жіберді. Содан соң ол межелі жерге аман есен жетті. Ол өзінің ескі үйінің орнына енді не тұрғанын көргенде дем алмай қалды. Ол жерде енді керемет сарай болды, сырты үй көрінбейтіндей етіп биік қоршаумен қоршалған. Бұл жерде бір кездері егде жастағы әйел өмір сүргенін еске түсіретін ештеңе жоқ. Гүлайша әженің көзі жасқа толды. Мен соншалықты не істедім, қай жерде қателестім, балаларымның осындай тас жүріп, қайырымсыз болып өсетіндей, олардың тәрбиесінде қандай қателік жібердім. Оның басы айналып, үйдің биік қоршауына сүйенді. Бір кезде ол бір наразы дауысты естіді. Әй, бұл жерде не істеп жатсың? Демалатын басқа орын таптадың ба? Маскүнем неме, бұл жерден тез кет, әйтпесе мен қазір полицияға қоңырау шаламын, сені келіп алып кетсін деді. Егде жастағы әйел басын көтергенде, оған қабағын түйіп қарап тұрған ұзын бойлы жас жігітті көрді. Кемпір оған ештеңе деп жауап бермеді, бірден қолын қоршаудан алып қаша жөнелді. Сол кезде ол бір тасқа сүрініп құлап түсті. Ол қатты айқайлап жіберді. Гүлайша, бұл сен бе? Бұл не қылғаның? Көзіңе қарап жүрмейсің бе? Бұл оның бұрынғы көршісі Махаббат болатын. Ол әйелге тұруға көмектесті. Бақытымызға орай, Гүлайша әжеге ештеңе болмады, тек аяғын ауыртып алды. Оған жүру ауыр болды. Маған сүйен, мен саған көмектесемін деді Махаббат әже. Ол әйелді өз үйіне алып келді. Гүлайша әже ақсаңдап қалды, аяғы аздап ауырып тұр. Ол көзінен аққан тоқтаусыз жастан алдындағы ештеңені көрмеді. Махаббат оған дәмді бәліштер мен ыстық шай берді. Жарты сағаттан кейін Гүлайша әже өз-өзіне келіп тынышталған соң ғана өз әңгімесін бастады. Махаббат та ештеңе сұрамады, әйел бәрін өз айтқанша күтті. Гүлайша әже оған бәрін айтып берді. Ол балалар үшін үйді сатып жібергенін, енді оларға мүлдем қажет болмай қалғанын, оны үйге сыйғызбай, қалай құтыларын білмей жүргендерін айтты. Гүлайша әже ешқашан балаларынан мейірімді көзқарасты көргенде, бірде-бір жылы сөзді естігенде емес. Бұл өмір емес, азап болды. Махаббат әже Гүлайшаға қайғылы жүзбен қарады. Ол егде жастағы әйелді қатты аяды. Екеуінің арасындағы жас айырмашылықтары 5 жас қана болса да, Гүлайша әже оның қасында тым кәрі көрінеді. Соңғы уақытта қарт әйелдің қатты қартайып кеткені байқалады. Оған ешкім қарамаған. Қандай әділетсіздік. Махаббат әже бір шешімге келді. Ол енді не істеу керектігін біледі. Ол Гүлайша әженің қолынан ұстап, сен менің не шешкенімді білесің бе? Сен енді жалғыз болмайсың. Менің ұлым мені ауылға алып кеткелі жатыр. Ол жерде үлкен жер учаскесі де бар. Сол жақтан үлкен үй салған. Мен де сені өзіммен бірге алып кеткім келеді. Үй үлкен, бөлмелері көп. Бәріміз сиямыз. Менің ұлым қарсы болмайтынына сенімдімін. Оның 4 баласы бар, сен екеуміз немерелеріме қарап оларға көмектесеміз. Мүмкін зерікпес үшін бау-бақшаға да қарармыз. Адам қартайған сайын керексіз болып қалудан қорқады екен. Біз ол жақта артық болмайтынымызға сенімдімін. Оның әйелінің мінезі жақсы. Үлкенді сыйлайтын, жақсы тәрбие көрген қыз. Ол өте мейірімді, мені ешқашан ренжіткен емес. Менің көңіліме қарап, жағдайымды жасап, асты үстіме түсіп отырады. Ол менің тезірек көшіп келіп, олармен бірге тұрғанымды қалайды. Айт енді, менің бұл ойым қалай, саған ұнады ма? Мен бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Қаласаң балаларына менімен бірге ауылға кететініңді айт. Олар бәрібір біздің бұл ойымызға қарсылық білдірмейді деп ойлаймын. Гүлайша әже көршісінің сөздерін мұқият тыңдады. Махаббаттың айтқан сөздерінен кейін енді бәрі жақсы болатынына сене бастады. Оған Махаббат балаларына айтып ескертейік дегенде егде жастағы әйел басын шайқады. Жоқ, мен балаларыма ештеңе айтқым келмейді. Олар менің қайда екенімді білмесін. Мен олардың енді мен туралы білгенін қаламаймын. Егер мен жоғалып кетсем, олар қуанбаса, қайғырмайтынына сенімдімін. Олар мені қатты ренжітті. Гүлайша әженің көзіне тағы да жас толды.
Махаббат әже оны жігерлендіру үшін иығынан қақты. Жарайды, жарайды. Сен қалай десең, солай болады. Енді жыламашы. Мен қазір ұлыма қоңырау шалып, бәрін айтып беремін. Ол менің бір ауыз сөзімді жерге тастамайды, бізді ешқашан жалғыз тастап кетпейді. Арада 3 ай өтті. Қазір Гүлайша әже Махаббат әженің отбасымен бірге ауылда тұрып жатыр. Әйелдер жақсы тіл табысты. Махаббат әженің ұлы мен келіні оларға жақсы қамқорлық жасап жатыр. Махаббат әже оларға Гүлайшаның қандай қиын жағдайға тап болғанын айтып берді. Олар оны қуана-қуана қарсы алды. Егде жастағы әйелдер балаларға қарасып қолғабыс етті. Олар үйдің алдына неше түрлі гүлдер отырғызды. Енді Гүлайша әже күлімдеп жүретін болды. Балалар оны да өз әжелеріндей көреді. Енді оның көңілі тоқ, жүрегі тыныш. Енді ғана бұл өмірде адамдарға керек екенін сезінді. Махаббат әженің келіні 2 әйелге де жақсы қарады. Ол оларға бірде-бір рет қабақ шытып қарап қарсы келген емес. Күнде неше түрді дәмді тамақтар дайындап, тәтті шай беріп, бәрі арқа-жарқа болып отырады. Ол керемет дана әйел. Гүлайша әже өзін жалғыз қалдырмай, қамқорлық жасаған бейтаныс жандарға өте риза болды. Әрқашан олардың тілеуін тілеп, батасын беріп отырады. Енді ол бақытты болды. Кейде ол өзінен алыс жерде тұратын, оның қайда екенін білмейтін балалары туралы ойлайтын. Олар оны ендігі өліп қалды деп ойлайтын да шығар. Ол олардың қас-қабақтарына қарап, балаларына масыл болып отырмағанына қуанышты болды. Махаббат әже оған бірнеше рет өзінің қайда екені туралы балаларына хабарлауды ұсынды, бірақ айтқаннан қайтпады. Өзін керек қылмайтын балаларын көргісі келмеді. Бірде Махаббат әже Гүлайшаның қызының қайда тұратынын біліп алып, бірақ оған ештеңе айтпай, оның қызымен анасы туралы сөйлесуге өзі келді. Самал анасының әлі тірі екенін естігенде ашуланды. Керемет. Бұл кемпір ешкімге ештеңе айтпастан үйден кетіп қалып, енді ол басқа адамдарға масыл болып өмір сүріп жүрме. Біздің жағдайымызды неге ойламайды? Бір хабарласып жағдайының жақсы екенін, қайда тұрып жатқанын айтса болады ғой. Біз мына жақта жұмысымыздан қалып, оны бірнеше күн іздедік. Махаббат әже шуланды. Сендерді де біреу бала дейді-ау. Сендер қандай адамсыңдар өздерің? Жоқ, сендер адам емессіңдер, хайуансыңдар. Ол сендерді бағып-қағып өсірді, ештеңесін аямады. Енді қартайып, дымы жоқ болған соң керек емес болып қалды ма? Мен бекер келген екенмін. Сендер адам емессіңдер, ерте ме кеш пе бұл жасағандарың алдыларыңа келеді. Ата-анасы разы болмаған адамға Құдай да разы болмайды. Махаббат өзін жаман сезінді, үстіне кір жұғып қалғандай сезімде болды. Ол Гүлайша әжеге оның қызымен кездескені туралы айтқан жоқ. Бәрібірде қарт әйел балаларына қажет емес еді. Олар тіпті оның қазір қайда тұрып жатқанын, жағдайының қалай екенін де сұрамады. Одан да Гүлайша енді қалған өмірін ауылда, жақсы адамдардың ортасында өткізгені жақсы, қызының қандай жағымсыз сөздер айтқанын білмей-ақ қойғаны дұрыс. Соңы